Барлықтарыңызға сәлем. Тыңдайтын күйлеріңіз халық күйі Нәрағашы. Сәлем достар, Қашқа каналына қош келдіңіздер. Біздің көмегімізбен сіздер домбыра ойнауға машықтанып, барлық қажетті теорияны үйреніп қана қоймай, тарту сапасын арттыратын боласыздар. Келесі қандай күйді ойнағанымызды қалайсыздар? Комментарийге өз ойларыңызды жазсаңыздар болады. Біз міндетті түрде ескеретін боламыз. Сіздерге күй ұнады деген ойдамын, ал бүгін лайфхактар мен жиі қойылатын сұрақтарға жауап береміз. Нәрағашы күйін қалай жеңіл тәсілдермен ойнау әдісін көрсетейін. Дыбыстар үзбей шығу үшін, мысалға, Нәрағашы былай басталады. Осы 7 мен 5 өзара арасы үзілмеу үшін, екінші саусақпен 5-ті басып қойыңыздар, және төртінші саусақпен 7-ні басасыздар. 5-ші дыбыс 7 басылып тұрған кезде естілмейді. Неге? Өйткені соңғы дыбыс оң қолға жақын қандай дыбыс, сол ғана естіледі. Сол себептен сіздерде үзбей шығады дыбыстар. Сонда 3-5-3-2-0 дегенде де 3-ті басып қоясыздар, және мені 5-ті басқанда 3-ті көтермейсіздер. Енді 2-ге барғанда міндетті түрде көтересіздер. Тағы да көрсетем. Сонда дыбыстың арасы үзілмейді. Және де 12-10 тақырыпта да тура сол тәсілді қолданасыздар. 10-ды басып қоясыздар, және төртінші саусақпен 12-ні басасыздар. Мына жер анық шықпай жатса, асықпай көбірек ойнаңыздар. Және екінші саусақты көтермейсіздер, 4-пен басқан кезде. Қайтып келу жеңіл болады сонда. Көбісі қателіксе жаңа жіберіп қояды да, сонда сол қол шашап жатады. Мына жақта да сөйтеді. Қателіксе, екінші саусақты басып қоясыздар, төртінші саусақпен 12-ні ойнайсыз.